Сәлем достар, бүгін сіздерге песочный печеньенің жасалу жолын көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай. 2 жұмыртқамызды шығарып аламыз. 250 грамм шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Төрт жүз граммдай ұнымызға 15 грамм разрыхлитель қосып, 1,5 граммдай ванилин қосамыз. Ванилин әдемі хош иіс береді. Жақсылап араластырамыз. Үстіне 180-200 граммдай сливочный майымыз қосамыз. Жақсылап ұнымыздың арасына майымызды біріктіретін боламыз. Үстіне сұйық массамызды құямыз. Сосын ұнның көмегімен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап иімі қанғаннан кейін дайын тестамызды ұнның көмегімен екіге бөліп аламыз. Ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен тестамызды қатты жұқартпай жайып шығамыз. Қатты жұқарып кетпеу керек. Осындай насадкамыздың көмегімен қалаған пішіндеріңізді келтіріп аласыздар. Мен 3 түрлі пішін бердім. Ыдысымызға орналастырып алып, екінші тестамызды дөңгелек тәріздес етіп, насадканың көмегімен кесіп алдым да, ұсақталған орехымыздың үстіне баса отырып, үстінен қаттырақ бассаңыздар осындай орехымыз жабысып қалады. Үстінен баса отырып, дайындаймыз. Қызып тұрған пешімізде сарғайғанша пісіріп аламыз. Осымен печеньеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.